Саламатсыздар ма? Екінші дәрісіміздің тақырыбы қылмыстық заң. Дәріс сұрақтары: қылмыстық заң ұғымы мен маңызы және оның негізгі мазмұны, қылмыстық заңдардың құрылымы, диспозиция мен санкцияның түсінігі және түрлері, қылмыстық заңдарды кеңістіктегі әрекеті, қылмыстық заңдардың аумақтық қағидаларының әрекеті, қылмыс жасаған жерді анықтау және қылмыстық заңдардың кеңістіктегі әрекеті, қылмыстық заңдарды түсіндіру. Бірінші сұрақ: қылмыстық заң Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес республика парламенті қабылдаған құқықтық акті болып табылады. Қылмыстық заңның міндеттері бейбітшілікті және азаматтың қауіпсіздігін, адам мен азаматтардың құқықтарын, бостандықтар мен заңды мүдделерін, меншікті, аумақтық тұтастықты, конституциялық құрылысты, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті, табиғи ортаны, қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау және қылмыстың алдын алу болып табылады. Бұл міндеттерді жүзеге асыру үшін қылмыстық заңды қылмыстық жауаптылықтан босататын негіздер көрсетілген. Жеке адамға, мемлекетке немесе қоғамға қауіпті іс-әрекеттердің қандай қылмыс болып табылатындығы айқындалған. Қылмыс істеген адамдарға қолданылуы мүмкін және өзге де ықпал ету шаралары белгіленген. Қылмыстық заң жазалау қатерімен тыйым салу арқылы адамның жеке басына, қоғамға, мемлекетке кінәлі түрде зиян келтіретін немесе зиян келтіру қаупін тудыратын қылмысты әрекеттерді істеуге тыйым салады. Қылмыстық заң сонымен қатар тиісті органдарға және лауазымды адамдарға іс-әрекетінде қылмыс белгісі бар кінәлі адамды қылмыстық жауапқа тарту немесе көрсетілген негізге сүйеніп, оларды қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босатуды міндеттейді. Сонымен, қылмыстық құқықтық норма бір мезгілде тыйым салушы және міндеттеуші нормалар болып табылады. Бұл нормалардың тағы да сақтандырушылық және тәрбиелік мәні бар. Қылмыстық құқықтық норманың сақтандырушылық функциясы істелген іс-әрекеті үшін тиісті баптардың санкциясында көрсетілген жазаны кінәлі адамға тағайындау мүмкіндігі арқылы өз көрінісін табады. Осы арқылы барлық адамдарды қылмыс істеуден күні бұрын сақтандыру арқылы тәрбиелік ықпал ету шарасын жүзеге асырады. Қылмыстық құқықтық норма сонымен бірге кез келген азаматтарды заңды бұлжытпай орындауға тәрбиелеумен бірге, оларды қылмыс істегендермен амарсыз күрес жүргізу рухында тәрбиелейді. Қылмыстық құқықтық норма қоғамдық қатынастарды қорғап қана қоймайды, ол сонымен бірге мұндай қатынастарды ретке келтіреді. Өйткені қоғамдық қатынастарды қорғаудың өзі соны ретке келтіру арқылы жүзеге асырады. Қылмыстық құқық белгілі бір қоғамдық мінез-құлық өрелерін белгілеумен бірге, осы өрелерді бұзушыларға қарсы қылмыстық құқықтық нормаларды қолдану арқылы өз міндеттерін жүзеге асырады. Қылмыстық құқықтық норма өзінің реттеуші ықпалымен кез келген азаматтарды қылмыстық құбылысқа төзімсіз болуға, олармен амарсыз күрес жүргізуге баулу арқылы жүзеге асырылады. Қылмыстық заң қылмыстық құқықтың ең негізгі көзі. Сот үкімі, ұйғарымы немесе қаулысы құқықтың көзі болып табылмайды. Олардың нақты қылмыстық істер бойынша ғана заңдық күші бар. Сондай-ақ, республика жоғарғы соты пленумының басшы қаулылары да құқық нормасы болып табылады. Мұндай қаулылар белгілі бір қылмыстық құқықтық норманың түпкі мәнін ашып көрсетеді және оларды түсіндіреді. Сондықтан да ондай қаулылардың республиканың бүкіл аумағында міндетті күші болады. Сот прецеденті біздің республикамызда құқық нормасы болып саналмайды. Ол Ұлыбритания, Канада сияқты мемлекеттерде ғана құқық нормасы болып табылады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 52-ші бабында сот айыпты деп танылған адамға жазаны қылмыстық кодекстің жалпы бөлімінің ережелеріне сәйкес
істеген қылмысы үшін жауаптылық қаралған ерекше бөлімнің тиісті баптарында көрсетілген шектен шықпай тағайындалады деп белгілеген. Жаза тағайындағанда сот істелген қылмыстың сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесін, айыпкердің жеке басының ерекшеліктерін, мінез құлқын, жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар, сондай-ақ тағайындалған жазаның сотталған адамның түзелуіне және оның отбасының немесе асырауындағы адамдардың тіршілік жағдайына ықпалын толық есепке алады. Қылмыс істеген адам оның түзелуіне немесе жаңа қылмыс істеуден сақтандыруына қажетті және жеткілікті әділ жаза тағайындалуы керек. Қазақстан Республикасында қылмыспен күрес жүргізу қылмыстық құқықтық норма ережесі сәйкес жүзеге асырылады. Заңды күшіне енген үкім бойынша тағайындалған қылмыстық жазалардың орындалуы қылмыстық атқару кодексімен реттеледі. Кейбір реттерде жекелеген жазалардың орындалуына басқадан арнайы заңдылық актімен де белгіленуі мүмкін. Президент, парламент сенаты ұсынған заңға 15 жұмыс күн ішінде қол қояды. Заңды халыққа жария етеді, не заңды немесе оның жекелеген баптарын қайтадан талқылап, дауысқа салу үшін кері қайтарады. Республика президенті қарсылығын туғызған заңдар немесе заң баптар бойынша ол қарсылық жіберілген күннен бастап 1 ай мерзім ішінде қайтадан талқылаудан өтіп, дауысқа салудан өтеді. Бұл мерзімнің сақталмауы президент қарсылығының қабылданбағандығын білдіреді. Егер парламент әр палата депутаттарының жалпы санының 3/2-сінің көпшілік дауысымен бұрын қабылданған шешімді растайтын болса, президент 7 күн ішінде заңға қол қояды. Егер президенттің қарсылығы еңсерілмесе, заң қабылданбайды, немесе президент ұсынған редакцияда қабылданады деп есептеледі. Конституцияның 53 бабының 4 тармақшасында көзделген ретте республика президенті заңдар шығарады, ал 61 баптың 2 тармағында көрсетілген ретте республиканың заңдық күші бар жарлықтар шығарылады. Қылмыстық заңның заң шығарушының еркін білдіретін белгілі бір техникалық ережелерге негізделген өзіндік құрылымы бар. Қылмыстық құқық нормалар мазмұнына қарай 3 түрлі топқа бөлінеді. Декларативті, яғни қылмыстық құқықтың жалпы міндеттерін айқындайтын нормалар. Анықтаушы, яғни қылмыстық құқықтың түсінігімен жекелеген институттарына айқындама беретін нормалар. Арнаулы, яғни нақты қылмыс құрамына және оған тағайындалатын жазаларға сипаттама беретін нормалар. Қылмыстық кодекстің жалпы бөлімнің бабы өзінің құрылысы жағынан ерекше бөлімдегі баптың құрысынан өзгеше болады. Жалпы бөлімнің бабы тек қана диспозициядан құралса, ал ерекше бөлімнің бабында диспозицияға қоса санкцияда беріледі. Қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінің баптары топтық және түрлік болып екіге бөлінеді. Топтық баптар бір тектес қылмыстардың ортақ және соларға тән белгілерін анықтайды. Мысалы, қылмыстық кодекстің 366 бабында әскери қылмыстардың түсінігі берілген. 307 бабында лауазымды адамның түсінігі айтылған. Топты баптардың түсінігі әртүрлі тарауда, әртүрлі болып орналасқан. Яғни әртүрлі қылмыс топтарының бір-біріне жіктеуге мүмкіндік беретіндей. Түрлік баптар бойынша заңда көрсетілген жекелеген қылмыстың белгілері және осы қылмыс істегенде қандай жаза тағайындалуы керек екендігі көрсетіледі. Қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінің баптары диспозициядан және санкциядан тұрады. Кодекстің ерекше бөлімі бабындағы қылмыстың атауы және оның белгілеріне сипаттама беретін жағын диспозиция деп атаймыз. Мысалы, қылмыстық кодекстің 120 бабындағы әйелді зорлаудың диспозициясы былай: зорлау, жәбірленушіге немесе басқа адамдарға күш қолданып, немесе қолданбақшы болып қорқытып, не жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып, жыныстық қатынас жасау деп көрсетілген. Диспозицияның 4 түрі бар. Жай диспозиция. Жай диспозиция
қылмысты істі әрекеттің атын ғана айтып қояды. Оның нақты белгілерін ашып көрсетпейді. Жай диспозиция қылмыстық істі әрекеттің мазмұны оның белгілерін ашып көрсетілмегеннің өзінде жеткілікті түрде түсінікті болады. Мысалы, 99 баптағы адам өлтіру, 188 баптағы ұрлық. Сипаттамалы диспозиция қылмыстың барлық нақты белгілерін заңның өзінде нақтылап көрсететін диспозицияны сипаттамалы диспозиция деп атаймыз. Жай диспозицияға қарағанда қылмыс құрамының айқындайтын сипаттамалы диспозиция артықшылығынан дау жоқ. Сипаттамалы диспозицияға шпиондық жасау құрамы мысал бола алады. Мұнда шпиондық жасау деп аталып қана қоймай, оған мемлекеттік немесе әскери құпияны құрайтын мәліметтерді шетелдік мемлекетке, шетелдік ұйымға немесе олардың өкілдеріне беру, сол сияқты оларға беру мақсатында жинау, ұрлау немесе сақтау, сондай-ақ шетелдік барлаудың тапсырмасы бойынша өзге де мәліметтерді Қазақстан Республикасының сыртқы қауіпсіздігі мен егемендігіне зиян келтіре отырып пайдалану үшін беру немесе жинау. Егер осы әрекеттерді шетелдік азамат немесе азаматтығы жоқ адамдар жасаса, деп толық және түсінікті түрде сипаттама беріп отыр. Бланкеттік диспозиция. Бланкеттік диспозиция бойынша бапта көрсетілген нақты қылмыстың құрамын анықтау үшін басқа заңдарға немесе нормативті актілерге, үкімет қаулылары мен жарлықтарына, бұйрықтар мен ережелерге, нұсқауларға жүгіну қажет екендігі көрсетіледі. Сілтемелі диспозиция нақты қылмыс құрамын анықтайды. Бұл диспозиция бойынша қайталап жатпау үшін қылмыстың осы құрамын анықталған қылмыстық заңның тиісті бабына, баптың тармағына сипаттама жасайды. Екінші сұрақ. Диспозиция және санкцияның түсінігі және түрлері. Қолданылып жүрген қылмыстық кодексте санкцияның екі түрі көрсетілген: салыстырмалы айқындалған және балама. Салыстырмалы айқындалған санкция жазаның мөлшерін белгілі бір шектен шықпайтындай етіп реттейді. Кейбір реттерде бапта жазаның ең жоғарғы шегі ғана көрсетіледі. Мұндай жағдайда жазаның ең төменгі шегі қылмыстық құқықтың жалпы бөлімінің ережелеріне сәйкес бас бостандығынан айыру үшін 6 ай, түзеу жұмысы үшін 2 ай мерзім деп есептеу керек. Кей жағдайларда қылмыстық заң нормаларында жазаның төменгі және жоғарғы шегі көрсетіледі. Мысалы, кісі өлтіру, яғни басқа адамға құқыққа қарсы қасақана қаза келтіру 6 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады делінген. Санкцияның мұндай түрі жазаны даралап тағайындауға зор мүмкіндік туғызады. Балама санкция қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінің тиісті бабындағы жазаның 2 немесе одан да көп түрінің біреуін қолдануға мүмкіндік береді. Балама санкциялар сотқа кінәлі адамға бірнеше жазалардың ең әділін, тиімдісін таңдап алуға мүмкіндік береді. Үшінші сұрақ. Қылмыстық заңдардың кеңістіктегі әрекеті. Қылмыстық заңның кеңістіктегі күші қылмыстық кодекстің 6 бабындағы аумақтық, 7 бабындағы азаматтық және 8 бабындағы қылмыскерді ұстап беру туралы халықаралық шарт принциптеріне сәйкес жүзеге асырылады. Қылмыстық кодекстің 7-8 баптарында бекітілген осы қағидаларды кеңістікте қолдануды жүзеге асыру үшін төмендегі мынандай түсініктерді анықтап алу қажет. Бірінші, Қазақстан Республикасының аумағы. Екінші, Қазақстан Республикасының қылмыстық заңы қолданылатын жерлер мен объектілер. Үшінші, қылмыс жасау орны. Төртінші, шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдерінің және иммунитетті пайдаланатын өзге де азаматтардың жауаптылығы. Бесінші, қылмыскерді ұстап беру туралы халықаралық шарт туралы Қылмыстық кодекстің 6 бабының 4 бөлігінде Қазақстан Республикасының аумағында қылмыс жасаған адамдарға республика қылмыстық заңының ережелерінің қолданылуы шарты көрсетілген. Егер қылмыс істеуге даярланғандық немесе қылмыс істеуге оқталғандық шекарадан
тыс жерде жүзеге асырылып, ол біздің елімізде аяқталса, онда қылмыс Қазақстан Республикасының аумағында аяқталған деп есептелінеді. Сондай-ақ қылмысқа қатысу, қылмыс істеуді ұйымдастыру немесе қылмысқа азғырушылық әрекеттері үшін де жауаптылық да тап осындай тәртіппен шешіледі. Екі немесе одан да көп мемлекеттің аумағында істелген қылмыс үшін жауаптылық қылмыс аяқталған немесе қылмыс тоқтатылған мемлекеттің заңы бойынша жүзеге асырылады. Қылмысты ұйымдастырушы, айдап салушы немесе көмектесуші шет елде орындаушы Қазақстан Республикасының аумағында іс-әрекет етсе, немесе қылмысқа қатысу Қазақстан Республикасының аумағында, ал қылмысты орындау шет елде жүзеге асырылса, қылмыс Қазақстан Республикасының аумағында істелген деп танылады. Қылмыстық кодекстің 7-ші бабында Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде қылмыс жасаған адамдарға қылмыстық заңның қолдану туралы анықтама берілген. Осы бапта Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде қылмыс жасаған Қазақстан Республикасының азаматтары, егер олар жасаған әрекет аумағында жасалған мемлекеттерде қылмыс деп танылса, егер бұл адамдар басқа мемлекетте сотталмаған болса, осы кодекс бойынша қылмыстық жауаптылыққа тартылады. Аталған адамдарды жазалау кезінде жазаны аумағында қылмыс жасаған мемлекеттің заңында көзделген санкцияның жоғары шегінен асыруға болмайды. Азаматтық жоқ адамдарда осындай негіздерде жауапта болады. Басқа мемлекеттің аумағында қылмыс жасаған адамның соттылығының және өзге де қылмыстық құқықтық зардаптарының егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында өзгеше көзделмесе, немесе басқа мемлекеттің аумағында жасалған қылмыс Қазақстан Республикаларының мүдделеріне қатысты болмаса, бұл адамның Қазақстан Республикасының аумағында жасалған қылмыс үшін қылмыстық жауаптылығы туралы мәселені шешу үшін қылмыстық құқықтық мәні болмайды. Қылмыстық кодекстің 4-ші бабында іс-әрекеттің қылмыстылығы және жазаланушылығы сол іс-әрекет жасалған уақытта қолданылып жүрген заңмен белгіленеді деп көрсетілген. Қоғамға қауіпті әрекет жүзеге асырылған уақыт зардаптың басталған уақытына қарамастан қылмыс істелген уақыт деп саналады. Яғни зардаптың қашан болғанына байланыссыз істелген іс-әрекеттің уақыты болып, іс-әрекеттер жүзеге асырылған жыл, ай, күндер және сағаттар есепке алынады. Қазақстан Республикасында заңдардың жариялану және күшіне ену тәртібі туралы заңға сәйкес қабылданған заңдар Егемен Қазақстан, Казахстанская правда газеттерінде жарияланғаннан кейін 10 күннен кейін заңды күшіне енеді. Кейбір реттерде қылмыстық заң немесе оның жекелеген баптары жарияланған күннен бастап күшіне енуі де мүмкін. Ол туралы заң мәнінің өзінде нақты аталып көрсетіледі. Қылмыстық заңның күші оны жоюға, сол заңды басқа заңмен алмастыруға байланысты, немесе заңда көрсетілген мерзімнің өтуіне, болмаса осы заңды қабылдауға байланысты жағдайдың, мән-жайдың өзгеруіне байланысты мүлдем тоқтатылуы мүмкін. Қылмыстық заңды дұрыс қолдану үшін кей жағдайларда қылмыстың істелген уақытын дәлме-дәл белгілеудің маңызы ерекше. Қылмыстың істелген уақыты, істелген қылмыстың мәнісі, оның ерекшелігіне байланысты. Қылмыс істеу уақытының ұзақтығына қарай жалғаспалы және созылмалы болып екіге бөлінеді. Жалғаспалы қылмыс үшін заң бойынша жауаптылық оны істеудің алғашқы кезеңінің жүзеге асырылған уақыттан, ал созылмалы қылмыс үшін жауаптылық кінәлінің әрекетіне тыйым салынған немесе қылмыстық актінің соңғы істеп үлгерілген уақытынан бастап басталады. Қылмысқа бірге қатысу арқылы істелген қылмыс орындаушының іс-әрекетінің объекті жағын орындау уақытынан бастап аяқталған деп саналады. Қылмыстық кодекстің 5-ші бабы қылмыстық заңның кері күшін қолдануға, яғни жаңадан қабылданған қылмыстық заңның күшінің
оның заңды күшіне енгенге дейінгі істелген іс-әрекетін қолдануына мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңы ізгілік қағидасын басшылыққа ала отырып, іс-әрекеттің қылмыстылығын және жазаланушылығын жоятын жауаптылықты және жазаны жеңілдететін немесе кінәлінің жағдайын басқа түрде жақсартатын заңның кері күші бар. Яғни мұндай заң күшіне енгенге дейін тиісті қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді істеген адамдарға, оның ішінде жазаны өтеп жүрген немесе өтеп шыққан сотталғандық атағы бар адамдарға жүреді деп белгіленеді. Егер жаңа қабылданған қылмыстық заңда жазаның мөлшерін қысқартса немесе балама жазалардың ауыр түрін қылмыстық баптың санкциясын алып тастаса, қылмыс санкциясында жазаның ауыр түрінің орнына жеңілірек жаза түрін өндірсе, немесе санкцияда көрсетілген қосымша жаңа түрін жойса, немесе оны жеңілірек түрдегі қосымша жаза түрімен алмастырылса, қылмыстық заңның кері күші қолданылады. 4-ші сұрақ: қылмыстық заңды түсіндіру. Қылмыстық заңдарды түсіндірудің мәнісі сол заңды дұрыс қолдану үшін оның мазмұны заң шығарушының еркіне сайма-сай етіп көрсету болып табылады. Заңды заң шығарушының еркіне сайма-сай дәлме-дәл қолдану үшін оның мазмұнын ашып көрсетуді қылмыстық заңды түсіндіру деп білеміз. Қылмыстық заңды түсіндіру субъектісіне, әдісіне және көлеміне қарай түсіндіруге байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Заңды түсіндірудің субъектісіне байланысты түсіндіру аутентикалық, легальды, соттық, ғылыми болып бөлінеді. Заң бойынша құзыретіне сәйкес заң шығарушы органның өзінің заңға түсіндірме беруін аутентикалық түсіндіру дейміз. Аутентикалық түсіндірудің заңдық күші бар және ол жалпыға бірдей. Аутентикалық түсіндіруді заң шығарған ортаның өзі жүзеге асырады. Ресми ашық түсіндіру деп заң бойынша өзіне жүктелген осы міндетті атқаруға құзыретті органға заңға түсіндірме беруді айтады. Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес қылмыстық заңды қабылдайтын, оған түсінік беретін орган парламент болып табылады. Конституциялық кеңес конституцияның нормаларына ресми түсіндірме береді. Ресми түсіндірме барлық мемлекеттік органдар, жеке тұлғалар, лауазымды адамдар және ұйымдар үшін міндетті түрде орындалуға жататын заңдық күші бар құжат болып табылады. Сот түсіндірмесі. Сот түсіндірмесі деп қылмыстық заң нормаларын қаралатын істер бойынша дұрыс қолдануға мүмкіндік беретін түсіндірмені айтамыз. Сот түсіндірмесінің нормативтік күші бар, оны орындау баршаның міндеті. Сот талқылауын жүзеге асыру Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының құзыреті болып табылады. Мысалы, Республика жоғарғы сот пленумының 98 жылғы 21 сәуірдегі әйел зорлаған үшін жауапкершілікті белгілейтін заңдарды соттардың қолдану тәжірибесі туралы қаулысында зорлаудың, ауыр зардаптардың, жәбірленушінің дәрменсіздігін, топ болып зорлау сияқты ұғымдардың мағынасы ашылып, осы жөніндегі заңдарды қолдануда соттарға тиесілі түсіндірмелер берілген. Қазақстан Республикасы Конституциясының 31 бабына сәйкес, Республиканың жоғарғы соты азаматтың қылмыстық және сот ісін жүргізудің соттарда қаралатын өзге де істер жөніндегі жоғарғы сот органы болып табылады. Заңда көзделген іс жүргізу нысандарында олардың қызметші қадағалауды жүзеге асырады. Сот тәжірибелер бойынша түсініктемелер болып табылады. Яғни, мынандай түсініктемелер беріледі. Ғылыми доктриналды, яғни түсіндіру деп ғылыми мекемелердің, заңгер ғалымдардың, құқық қорғау және қолдану қызметкерлерінің заңға берілген түсініктерін айтамыз.
Мұндай түсіндірулер ғылыми мақалаларда, монографияларда, оқулықтарда, заңдарға түсіндірмелер ретінде кездеседі. Ғылыми түсіндіруді қылмыстық заңдарды заман талабына сай түсіндіріп, оны дұрыс қолданудағы маңызы ерекше. Бірақ мұндай түсіндірудің ресми заңдық күші болмайды. Мұндай түсіндірулер ғылыми пікір, ой, ұсыныс ретінде қабылданады. Әдісіне қарай түсіндіру грамматикалық немесе филологиялық, жүйелі және тарихи түсіндірулер болып бөлінеді. Заңның мазмұнын грамматикалық, синтаксисті, этимологиялық ережелердің көмегі арқылы қылмыстық заңда қолданылатын жекелеген терминдердің, сөздердің және анықтамалардың мәні мен мағынасын ашып көрсетеді. Грамматикалық немесе филологиялық түсіндірме деп айтады. Түсіндірудің бұл әдісі көбінесе қылмыстық заңда қолданылатын жекелеген терминдердің, түсініктердің, атаулардың мәнін ашып көрсетуде жиі пайдаланады. Мысалы, Қазақстан Республикасы Жоғары соты пленумының 94 жылғы 23 желтоқсандағы азаматтардың өмірі мен денсаулығына қарсы әрекеттер үшін жауапкершілікті реттейтін заңдарды, соттардың қолдану туралы нөмір 7 қаулысында пайдақорлық ниетпен кісі өлтіру деген терминге грамматикалық түсіндірме берілген. Онда өзге немесе басқа біреуге материалдық пайда келтіру, яғни материалдық шығындардан құтылу, ақы беру үшін өлтіру, пайдақорлық ниетпен қасақана кісі өлтіру болады деп түсіндірілген. Қылмыстық заңның мазмұны оның қылмыстық заң жүйесіндегі алатын орнын, сондай-ақ оның мазмұны жағынан ұқсас заңдардан салыстыра отырып ажыратуды жүйелі түрде түсіндіру деп айтамыз. Яғни жүйелі түсіндіру арқылы әр түрлі қылмыстық заң нормалары мен оның бөліктері салыстырыла отырып бір-бірімен ажыратылады. Салыстырмалы түрде зерттеліп отырған түсіндіру арқылы кінәлінің әрекеті тиісті бап бойынша сараланады. Республикада қылмыстық заңды қабылдауға негіз болған әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайларды түсіндіруді тарихи түсіндірме дейміз. Көлеміне қарай қылмыстық заңды түсіндіру дәлме-дәл, тарихи көлемдегі және кең көлемде болып бөлінеді. Заңның мәтінін және заңның нормаларының оның мазмұнына және мәтіннің оның сөйлемінің тура дәлме-дәл келуі дәлме-дәл түсіндіру деп аталынады. Заң нормасындағы өз мәтінінде дәлмелер көрсетілгеннен гөрі тар мағынада, тар шеңберде қолданылуы, яғни заңды тар шеңберде түсіндіру деп аталады. Мысалы, Қылмыстық кодекстің 131 бабында жасы кәмелетке толмаған адамды қылмыстық іске тартуды алып қарайық. Жалпы ереже бойынша бұл қылмысты істеген үшін жауаптылыққа сырттай қарағанда 16 жасқа толған адамдар тартылуы керек сияқты. Бірақ бұл қылмыс істеген үшін тек қана 18-ге толған адамдар ғана қылмыстық жауаптылыққа тартылады. Себебі заң нормасының атауы жасы кәмелетке толмағандарды қылмыстық іске тарту деген сөздің мағынасы бұл қылмысты тек кәмелетке, яғни 18-ге толғандар ғана істей алатындығын нақтылап көрсетеді. Яғни заң нормасы осылай тар мағынада түсіндіріліп отыр. Кең көлемдегі түсіндірудегі заңға дәлме-дәл түсіндіруден гөрі кең мағына беретін және осы нормада заң нормасын кең шеңберде қолдануды негіз болатын түсіндіруді айтамыз. Қылмыстық заңда кең көлемдегі түсіндіруге қылмыстық кодексте бала асырап алудың құпиясын жария ету нормасы мысал болады. Заңда бала қылып алудың құпиялығын жариялаған үшін қылмыстық жауаптылықты белгілегенде қыз қылып алудың құпиялығын жариялау үшін де осындай жауаптылықтың бар екендігін ескеріп отыр. Яғни бұл кезде бұл заңдардың мағынасы өзінің мәтінінен гөрі кең көлемде, кең мағынада бала деген ұғым қыз және ер бала екендігін түсіндіріп отыр. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар.